Қыздардың кіндіктерін ашып жүруі ең бірінші бұл күнә. Қыз бала әурет жерін жауып жүруге тиіс. Бұл нәпсіні қоздырып, адамды аздырады. Кіндікті ашып жүрудің зияндығы медицинада дәлелденген. Кіндікте адам ағзасында кездесетін 12 түрлі нүкте бар. Және осы нүктелердің бәрінің тоғысар жері тап осы кіндік болып табылады. Алайда ол жер сыртқы ортаның кез келген әсерінен жеткілікті қорғалмаған, әсіресе суыққа бейім. Сондықтан кейде аяқ астынан ішіміз қатты бүріп ауыратыны бар. Халықта мұны жел қарысқан деп жатады. Алайда дәрі-дәрмек іздеп сабылатынымыз белгілі. Бұл орайда жел 70 түрлі ауруға себеп деген сөзді де ұмытпаған жөн. Қысқа киімнің салдарынан ащы ішек пен бүйрек ең көп зардап шегеді. Өйткені ащы ішек кіндікке тым жақын орналасқан. Қатты суық дегенде адамның ішінің бүріп ауыратыны содан, ал бүйрекке суық дегенде ұзақ уақыт білінбеуі мүмкін. Қыз бала тұрмысқа шыққан соң аяғы ауырлағанда немесе қатты суық өтіп кеткеннен біліне бастайды. Бүйрегі ауыратын, аяғы ауыр әйелде аяқ ісуі, қан қысымы, бас ауруы болады. Бүйрегі ауыратын аналардың түсік тастау немесе уақытынан ерте босану қаупі өте жоғары. Егер сізде осы белгілер мен кіндік ауырсыну болса, дереу дәрігерге хабарласыңыз. Бұл аурулардың белгілері мынадай болуы мүмкін: нәжісте қан, кеудедегі ауырсыну, 4 сағаттан астам уақытқа созылатын тұрақты ауырсыну, өзі құсу кезінде қанмен құсу, тыныс алудың қиындауы осындай белгілер болады. Жөтелгенде немесе созған кезде күрт ауыратын ауырсынудың себебі кіндік грыжасы болуы мүмкін. Егер сізде кіндік ауруы жөтелгенде, түшкіргенде және іштің қысымы күшейгенде, сонымен қатар созылғанда күшейе түссе, онда сізде кіндік грыжасы болуы мүмкін. Кіндік грыжасының ең тән белгісі кіндік ішіндегі немесе оның маңындағы көрінетін ісіну. Кіндік грыжасының ең тән белгісі ерлерде ауырсыну, сонымен қатар аталық безге, сондай-ақ аталық безге қарай таралуы мүмкін. Кіндік жарасы іштің қысымының жоғарылауынан туындайды. Егер ішектің қабырғалары босап қалса, ішектің бөліктері немесе май тіндері ішектен шығып кетуі мүмкін. Оны хирургиялық жолмен алып тастайды. Егер сізде өткір ауырсыну мен бірге құсу пайда болса, жедел жәрдем бөлімінен жедел көмекке жүгінуіңіз керек. Бұл грыжаның қысылғандығын және жеткілікті қанмен қамтамасыз етілмегендігін білдіруі мүмкін. Уақыт өте келе инсульт және басқалар сияқты қанмен қамтамасыз етілмеген жағдайда бұл тіндердің өліміне әкелуі мүмкін. Кіндік грыжасының пайда болуының кейбір кең таралған себептері: созылмалы хостинг, іштің әлсіз қабырғасы, ауыр салмақты көтеру. Егер де кіндігіңізге тиіп кеткен жағдайда ауырса, кіндік грыжасы кіндікке тиген кезде қысымға сезімтал бола алады. Бұл уақыт өткен сайын дамып, нашарлай түсетін жағдай. Көптеген адамдар іштің қабынуы кезінде ісінгенін сезеді. Осы белгілермен бірге осындай ауырсынудың ең көп таралған себебі бұл ас қорыту және ішек аурулары. Кіндік пен кіндік аймағындағы ауырсынуды қалай емдеуге болады? Емдеу дұрыс тамақтанудың, дәрі-дәрмекпен емдеудің және стрессті азайтудың өмірлік курсына бағытталған. Кіндік грыжасын емдеу, кіндік грыжаны толығымен түзетудің бірден-бір әдісі хирургиялық әдіс. Ішек қабырғасын қалпына келтіріп, ішек бөлігін артқа қарай бөгетін орынға орналастырады. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.